Бүгін Қарасай аудандық сотында ашық көрсету процесінде Қарасай аудандық пробация бөлімінде есепте тұрған сотталған тұлғаларға жаза өтеу тәртібін бұзу нәтижесінде тағайындалған бас бостандығынан шектеу жазасын бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырғандығы туралы көрсетілді. Сонымен қатар Қарасай аудандық прокуратурасы мен пробация бөліміне бірлесіп сотталғандардың тұрғылықты мекен-жайлар, жұмыс орындары бойынша тексерістер жүргізіліп жатыр. Сотталған тұлғалар арасында тәуекел тобына жататын адамдар анықталып, қайталама қылмыс жасамау үшін алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Бас бостандығын шектеу жазасын бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыру туралы ұсынысы қанағаттандырылсын. Сотталған Қыдырәлі Муслим Мыңбайға жазаны өтеу мерзімі 2023 жылдың 9 қыркүйегінен бастап есептелсін.